Балаңды аясаң, аяма деген қазақта керемет өнегелі сөз бар. Астарын түсінген адамға мағынасы зор. Әкенің сұсынан қорқып өскен заманның балаларымыз. Сол уақытта әкелеріміз бізге қатты еміренбейтіндей еді. Негізі бала тәрбиесінің құпия сыры да осы тұста секілді. Сико досым айтпақшы, отбасында үйелмелі-сүйелмелі шеттей бала-шағамыз. Үйде бәріміздің де өз міндетіміз бар. Інім екеуміздің бар жұмысымыз бір шақырым жердей флягпен су тасып, үйдегі бар ыдысты суға толтырып қою еді. Әкеміз сұсты, қатал адам болатын. Заводта түнгі ауысымда істеп, таң ата келетін. Ойын баласымыз, бауырым екеуміз бір күні су тасуды ұмытып кетіппіз. Түн ауасы әкем жұмыстан келген. Жуынайын десе, бар ыдыстың ішінде су жоқ. Қақсып тұр. Әкем жаймен келіп ұрысқан жоқ. Ұрған да жоқ бізді, оятты. Інім екеуміз көзімізді тырнап ашып, телешкемізді сүйретіп суға тайдық. Содан кейін екеуміз су толтырмай жатпайтын болдық. Сөйтсек, әкем жарықтық бізге өмірлік сабақ беріп кетіпті. Түн баласы екен деп бізді аяған да жоқ. Жасым бүгінде 40-тың қырқасынан асты. Жауапкершілікке алған жұмысты бітірмей, жаным тыныш таппайды дейді досым. Сол айтпақшы, бала күнімізде бұғанамыз қатпаса да, бұзаудың астын тазалау, қой бағу, шөп өру, отын тұтау сынды мойнымызда жүк болатын. Баланы есейтетін жасы емес, жауапкершілік екен. Жастайынан мойнына жауапкершілік жүктей алған бала ісіне мығым, отбасына қамқор, құрған шаңырағын шайқалтпайтын отағасы болып қалыптасатынына көзім жетті. Бүгінде біз бала-шағамызды үп еткен желден қорғаймыз. Өзім көрген қиындықты сен көрме деп, барды алдына тосамыз. Сұрағанын алып береміз, бірақ жауапкершілік артпаймыз. Бүгінгі жастардың басым көпшілігінің боркемік, бос белбеу болып өсіп келе жатқандығы да жауапкершіліктің артылмағаннан болар деймін. Үмітіңнің шырағы балаңды аясаң, аямағайын. Мақсат Ысқақов. Оқыған Қанат Айтөби.